Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен өте керемет дәмді болып шығатын лағманды жасайтын боламыз. Бізге керекті заттар ет, пияз, сәбіз, капуста и картоп. Мен барлық көкөністер турап болғанша етімді осылай турап соевый соусқа кішкене қойып қоямын. Үстіне бір сарымсақ салып араластырып қойып қоямын. Қызып тұрған қазанымызға мен майымды құйып дайындап қойдым. Етімізді салып осылай көпіреді. Көпірігі басылғанша етімізді қуырып алатын болады. Етті қуырып жатқан кезде барлық дәмдеуіштерді, тұзды салсаңыз өте дәмді болып шығады. Тағамыңыз мен қара бұрыш, паприка салдым. Тұзды салған жоқпын, өйткені мен етім тұздалған және де соевый соус қосқаннан кейін өзінің тұзы жеткілікті болды. Міне бізде көпірігі басылды. Енді пиязымызды салсақ болады. Әр көкөністі салғанда 2-3 минуттан қуырып алатын боламыз. Ендігі кезекте картоп, одан кейін бізде капуста кетті. Енді жеткілікті мөлшерде суымызды құйып, бір қайнатып алып, одан кейін ең төменгі пәс отта пісіріп алатын боламыз. Подлива піскенше енді біз лағманды пісіретін боламыз. Қайнаған суға тұз салып, лағманымызды салып пісіретін боламыз. Піскен лағманды мұздай суға жуамыз. Біздің тағамымыз дайын болды. Ал астарыңыз дәмді болсын. Маған тіркелуді ұмытпаңыз.